Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек физиологиясы, миокард қасиеттерінің екінші бөлімі. Біз алдыңғы видеода айтқан болатынбыз, жүректің негізгі 4 қасиеті бар. Олар қозғыштық, өткізгіштік, жиырылғыштық, автоматизм. Және де алдыңғы видеода біз алғашқы сынақ, яғни қозғыштыққа тоқталған болатынбыз. Бүгін біз жүректің жиырылғыштық қасиетіне тоқталамыз. Ең алдымен жүректің жиырылғыштық қасиетіне тоқталмас бұрын, оларда қандай механизм арқылы жиырылатын қысқаша бір шолып өтейік. Ең алдымен бізде медиаторлар көмегімен бұлшықет жиырылу, жүрек бұлшықеті жиырылуы мүмкін, немесе медиатор көмегінсіз, яғни екі жолмен бұлшықет жиырыла алады. Яғни бұлар бір-бірін толықтырып тұрады. Енді біз медиатор көмегінсізбен айтатын болсақ, бізде ең алдымен жүрек ол миға бағынбайды, өз алдына автоматты түрде қызмет атқарады. Ол бізде атипті, яғни атипті кардиомиоциттер жүректе импульс өндіреді, және де ол импульсті өткізетін кардиомиоциттер болып табылады. Ол қай жерде орналасқан? Ол синартериальды түйінде, АВ түйінде, гис жоғырында, және де гис аяқшаларында, сонымен қоса жоғарылаған Пуркини талшықтарында орналасқан. Енді бұлар импульсті бізде негізінен синартериальды түйін өндіреді, яғни ол жерде пейсмейкер жасушалар деп атайды, яғни атипті кардиомиоциттер пейсмейкер жасушалар деп атайды. Олар өздеріне импульсті өндіреді, және де сол импульсті өз жолдар арқылы жібереді, және де осы жіберген соң бұл бүкіл жүректің бүкіл бұлшықетін қамтиды. Бүкіл бұлшықетін қамтиды, ол жерде келесі процестерді жүргізеді. Енді біз импульс келді, Пуркини талшықтары арқылы жүрек бұлшықеттеріне импульс келді. Ол импульс келген соң бізде жасуша ішіне натрий кіруі басталады. Яғни бізде деполяризация сатысы басталады. Деполяризация сатысында натрий кіре бастайды. Натрий ионның концентрациясы жасуша ішінде жоғарылаған соң, мына жерде көрінбеген, бірақ та осы жерге бірінші кальций кіру үшін ол жерге натрий кіреді. Яғни ішіне натрий кіреді. Натрий кірген соң бізге ол концентрациясы жоғарылаған соң бізге ол L типті кальций каналдарын ашып береді. Кальций каналдарын ашып берген соң бізге жасушаның сыртындағы кальций жасуша ішіне қарай ене бастайды. Яғни градиент жағына байланысты көп жақтан аз жаққа қарай ене бастайды. Жаңелдегі натриymізде дәл солай. Кальцийлар ене бастайды, және де бұлардың концентрациясы жоғарылаған кезде бізде саркоплазмалық ретикулум деген аппарат болады. Осының ішінен бізде кальций жасуша ішіне қарай бөліне бастайды. Енді бұл осы жерде тоқтай тұрсын. Яғни бізде екі механизм бар дедік, ол екеуі бір-бірін толықтырады дедік. Енді оның екіншісінде айта кетейік. Енді бізде жүректе синартериальды түйінен импульс өндіріледі, және де оның белсенділігін жоғарылататын бізде симпатикалық жүйе бар. Симпатикалық және парасимпатикалық деген екі жүйе бар, олар бір-біріне қарама-қарсы жұмыс атқарады. Симпатикалық жүйе бұл жүректің жиырылу күшін және жиырылу жылдамдығын арттырады. Ол қалай? Ол ең алдымен синапстар түседі, яғни синапстар немесе рецепторларға әсер ету арқылы. Ең бірінші бізде норадреналин симпатикалық жүйеден бөлінеді. Норадреналин визикулалар жарылады, ол нерв жүйесін айтқан кезде толығырақ айтатын боламыз. Қазірше тек түсініп қалыптастырайық. Симпатикалық жүйеден норадреналин симпатикалық қуысқа қарай, синапстық қуысқа қарай өте бастайды, және де норадреналин бета-1 адренорецепторлармен байланысады. Постсинапстық деп атайды оларды, және де бета-1 адренорецептор бұл GS белоктың бөлінуін активтейді. GS белок деген бұл жүрек ішінде, жүрек жасушаларының ішінде орналасады да, ол бізде аденолат циклазды активтеп береді. Ал аденолат циклаза ол бізде АТФ энергиясын циклдік АМФ-ға айналдырып береді. Ал циклдік АМФ бұл протеокиназаның әсерін күшейтеді. Яғни бізде протеин киназа бұл бізде үш түрлі не бар? Киназа, фосфолипаза, липаза және креатинин фосфокиназа деген. Бұлар не істейді? Бұлар қалыпты жағдайда протеин киназа әсер етпесе, бұл ферменттер активті емес болып табылады. Яғни олардың негізгі қызметі қан ағымында ағып жүрген гликоген, май қышқылдарын, креатинин фосфокиназаларды олар активтеп береді. Яғни оларды соңғы өніміне дейін ыдыратады, және де жүрек жасушасының ішіне кіріп митохондриядан энергия бөледі. Бізде киназа, фосфолипаза бұл гликогенді гликозаға дейін ыдыратады, және митохондрияға кірген соң ол анаэробты немесе аэробты жолдар арқылы ол өзінен АТФ бөледі.
яғни анаэробты болатын болса, ол жерге оттегі қатыспайды, ал аэробты болатын болса, ол жерге оттегі қатысу арқылы АТФ бөлініп шығады. Липаза да дәл солай. Одан кейін бізде протеин киназа L типті кальций каналдарын активтеп береді. Енді бізде айттық, жаңелдегі протеин киназа бұл кальций каналдарының, L типті кальций каналдарының ашылуын активтейді дедік. Енді бұлар жасуша ішінде кальций деңгейі өте жоғарылады. Енді бұл кальцийдің қызметі не деген сұрақ туындайды. Осы сұраққа біздің жауабымыз кальций бұл жасуша ішіндегі тропонинді активтейді. Яғни біз жүректі айттық. Жүректі айтқан кезде ортаңғы қабатын ол бұлшықетті қабатынан тұрады дедік. Енді бұлшықетті қабатында тұрған соң бізде актин миозин деген комплекс болады. Актин миозин деген бұлар бұлшықеттің жиырылуын қамтамасыз етеді. Және де осы кезде бізде тропомиозин деген болады. Ол бізде миозин мен актиннің байланысын бір-бірінен ажыратып отырады. Яғни екеуінің арасын байланысын үзіп отырады. Осы байланысын үзген кезде бізде актин мен миозин былай жиырыла алмай қалады. Қалыпты жағдайда ол екеуі бір-бірінен былай жиырылып қосылып тұратын болса, яғни осындай көптеген актин миозин комплекстерінің арқасында бізде бұлшықеттеріміз, жүрек бұлшықеттері барлығы да осының арқасында жиырылып тұрады. Ал егер де бізде тропомиозин болатын болса, ол бір-бірімен байланыстырмай қояды. Соның әсерінен бізде жиырылу пайда болмайды. Ал жиырылмаса, ол жүрек жиырылмайды, өз қызметін атқармайды. Бұл адам үшін қауіпті болып табылады. Енді тропомиозинді не істейміз? Тропомиозинді кальций тропонинді активтейді. Ол тропомиозиннің миозинмен байланысын үзеді. Яғни миозин тропомиозинмен байланысып тұрады да, ол актинмен байланыспай қалады. Соның әсерінен бізде жиырылмайды. Ал тропонинді кальций активтеген кезде ол тропомиозинді блоктап тастайды да, соның әсерінен бізде жиырылу пайда болады. Енді бұл кальцийдің концентрациясы өте жоғары болып тұр. Жасуша жиырылып тұр. Енді бұл жасуша болғанда бұлшықет жиырылып тұр. Енді оны не істеу керек? Енді ол қайтадан босаңсуы керек. Себебі тек қатты бүйтіп жиырылып тұра беретін болса да, ол бізде ауырсыну сезімін шақырады. Яғни стенокардия, инфаркт миокарда сынды ауруларда бізде ауырсыну сезімін осының әсерінен туындайды. Яғни ол жерге бұлшықет қатты жиырылып қалады, соның әсерінен бізде ауырсыну сезімі туындайды. Енді одан кейінгісі бізде енді бұл босаңсуы керек, қайтадан босаңсуы керек, бірақ ол қалай жүреді? Енді бізде жаңелдегі АТФ энергиясы арқылы болады. АТФ энергиясы бізге не үшін қажет? Бізге АТФ энергиясы бізде калий, натрий каналын активтеп береді. Яғни мына жерде тұр. Мынау жаңелдегі жасушаның жиырылғаны, мынау бұлшықеттің жиырылғаны, мынау бұлшықеттің босаңсыған сатыларын көрсеткен. Енді калий, натрий насосын АТФ күшімен, яғни градиент аз жақтан көп жаққа қарай АТФ энергиясын жұмсай отыра жүреді. Бұлар сыртқа қарай 3 натрийді, ішке қарай 2 калийді ала бастайды. Сыртқа қарай натрийларды шығарып жіберген соң, бізде мұны қараңыздар, натрий шықты. Енді бұл натрий қайтадан ішке кіреді де, оның орнына кальций сыртқа қарай шыға бастайды. Түсінікті болып жатыр ма? Натрий, калий бірінші насосы активтенеді, яғни АТФ көмегімен, энергия көмегімен градиент аз жақтан көп жаққа қарай өте бастайды. Одан кейін қайтадан бұл натрий кальций каналдары ашылады да, бұл жерге натрий кіріп, кальций сыртқа қарай шыға бастайды. Сонымен қоса бізде АТФ арқылы да кальций аздаған мөлшерде шығады, бірақ негізінен натрий мен кальций алмасу арқылы сыртқа қарай шыға бастайды. Және де АТФ көмегімен бізде кальцийдің біраз бөлігі 80% дейді. Енді олар қайтадан саркоплазмалық ретикулумға қарай бара бастайды. Енді бұл жерде ескере кететін жайт. Бізде мына жерде натрий калий каналынсыз, неге натрий кальций каналы ғана активтеніп жұмыс істей бермейді? Бұның өзі жақсы емес пе деген сұрақ туындауы мүмкін. Бірақ ол сұраққа жауап біз басында айттық, жасуша қозу үшін бірінші ол жерге натрий ену қажет дедік. Яғни деполяризация жүру үшін ол жерге натрий ену керек. Ал мына жерге натрий шығармайтын болсақ, ол натрий қайта-қайта жасушаның ішіне ене беретін болса, онда ол бұлшықет жиырылып тұрып қалады. Яғни қайтадан босаңси алмай қалады. Сондықтан бізде натрийді шығарып, калийді кіргізіп, қайтадан натрийді кіргізіп, қайтадан кальцийді сыртқа қарай шығарып жіберу керек болып туындайды. Енді біз мысал келтірейік. Мысалға бізде инфаркт миокарда, стенокардия деген жүрек аурулары бар. Енді бұлар ненің әсерінен пайда болады?
мысалы стенокардия деген бұл жүректің тәждік артериялар, коронарный артерия дейді, немесе жүрек артериялары қандай да бір атеросклероздармен жолдары қысылып қалған кезде жүрекке аз мөлшерде оттегі барған кезде жүзеге асады. Бізге оттегі не үшін қажет? Оттегі бізге аэробты жол арқылы бізге АТФ-ті түзу үшін қажет. Ал егер де бізге АТФ түзілмейтін болса, онда бізге қиын болады. Яғни бізде натрий-калий каналы активтенбейді. Мұнда тұрған натрий-калий каналы активтенбейді. Бұл жасуша ішінде натрий ионының концентрациясы жоғарылайды. Натрий ионының концентрациясы жоғарылаған кезде ол жасуша тырысып тұрып қалады. Яғни бұлшығы тырысып тұрып қалады, ол қайтадан жазылмайды. Яғни тек қана деполяризация болып кетіп қалады. Соның әсерінен бізде біріншіден бұл ауру туындайды. Одан кейін бізде актин, миозин бұлшықеттер бұлар бір-бірімен жиырылған кезде бұл энергияны жұмсай отыра жиырылады. Яғни кез келген бұлшықеттің жиырылуы үшін АТФ энергиясы қажет. Мысалы біздің кірпігіміздің қаққанның өзі 7 АТФ энергиясын алады делінеді. Сондықтан бізге жүрек аурулары кезінде, яғни стенокардия кезінде бізде біріншіден осы АТФ энергиясы қажет болады. Соның әсерінен бізде ауырсыну сезімдері туындайды. Яғни АТФ энергиясы аз, жаңелде айттым, жүрек бұлшықеттер бұлай жиырылып қалады. Осының әсерінен ауырсыну пайда болады. Одан кейін бізде инфаркт деген ауру бар, яғни жүректің инфаркты. Бұл жүректің жасушаларының өлімімен сипатталады. Ол неге? Енді біз инфаркт миокарда бұл кезде жүрек жасушаларына мүлде қан дұрыс келмей қалады. Яғни коронарлы тамырлар мүлден атеросклероздан бітеліп қалады. Мысалға деп жатырмын. Оған көптеген себептер алып келуі мүмкін. Мысалға бітеліп қалатын болса, онда бізге тағы да АТФ энергиясы қажет болады. Сонымен қатар бізде натрий ионы жасуша ішіне кіре береді. Бірақ қайтадан АТФ энергиясы арқылы сыртқа шығу керек. Бірақ ол энергия арқылы сыртқа шықпайды. Соның әсерінен натрий ол осмостық қысымды тудырады. Соның әсерінен өзіне қарай суыт тартады. Бұл бізде жасуша мембранасының лизисіне, яғни еріп кетуіне, гемолизисіне алып келеді. Яғни жасуша кардиомиоциттердің мембранасы еріп, сумен толып бұлай жарылады. Сөйтіп бізде инфаркт миокард кезінде кардиомиоциттер өліммен аяқталады. Енді сонымен қоса бізде жүрек гликозиттері деген фармакологиялық топ бар. Жүрек гликозиттері, мысалы оларға дигоксин, дигитоксин деген дәрілер жатқызады. Олардың негізгі қызметі мына натрий-калий каналдарын блоктап тастау. Олар неге? Оларды біз көбінесе жүрек жеткіліксіздігі кезінде қолданамыз. Жеткіліксіздік дегеніміз не? Ол орган ол өз қызметін атқармайды, не болмаса қандай да бір жүктеме кезінде ғана атқарады. Яғни өз қызметін атқара алмай жатқанға мына натрийларды жауып тастасақ, жүрек қатты жиырылады дедік қой. Енді осы жүрек қатты жиырылады да, соның әсерінен бізде жүрек жеткіліксіздігін былайша айтқанда қорғап тұрады. Яғни жүректің мүлдем тоқтап қалмауын алдын алып тұрады. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркелейік, лайк басайық, чаттарды таратайық, қазақ тілді медициналық каналының дамуына өз үлесімізді қосайық.